Бәрімізге танымал жидек таңқурайдың пайдалы қасиеттері туралы білмейтін адамдар саны аз шығар. Барлық пайдалы қасиеттері туралы білу әрине мүмкін емес. Алайда бұл таңқурайдың танымалдылығын кемітпейді. Біз оны ауруларды емдеу үшін қолданамыз және керемет тәтті ретінде де жейміз. Таңқурай денсаулыққа өте пайдалы жидек түрі. Таңқурай жылы мезгілде өскенімен, оның негізгі қызмет ететін мезгілі суық мезгілдер. Оның құрамында қант, эфир майлары, аскорбин қышқылы, глюкоза, ақуыз, пектиндер, С, В, ПП, Д, Е, К және А дәрумендері бар, және калий, фосфор, кальций, йод, цинк, хром, кобальт сияқты химиялық элементтерге де бай. Таңқурай биіктігі 1,5 метрге жуық көп жылдық бұталы өсімдік. Бұрынғы замандардан бері таңқурай суық тию, тыныс алу органдарының аурулары, тұмау, радикулит, буын ауруларын емдеу үшін кеңінен пайдаланылады. Ол тәбетті ашады. Оның құрамындағы салицил қышқылы денедегі ыстықты түсіреді. Бұл жидектің тер шығаратын әсері де бар. Антитоксиндік қан тоқтататын қасиетке ие. Ол ішек-қарын жолдары, бауыр ауруларында, атеросклероз, гипертония, қаназдық ауруларында пайдалы. Таңқурайды жиі жейтін әйелдердің терісі сау әрі әдемі келеді. Ал таңқурайдың құрамындағы фолий қышқылының нәресте сүйгісі келетін және жүкті әйелдер үшін пайдасы мол. Таңқурай мен оның жапырақтары бүйрек жұмысын жақсартып, зәр айдайтын әсері бар. Кептірілген таңқурайдың 60 грамм жемісін 1 стакан қайнап тұрған суға салып, 20 минут тұндырады да түнге қарай 2 стаканын бірақ ішіп алады. Денеден тер шығару үшін осылай қолданады. Басқа жағдайларда 1 стаканнан күніне 2 рет ішеді. Тамақ шаю үшін 10 грамм жемісті 1 стакан қайнап тұрған суға салып тұндырады. Оның гүлдерінен тұнбаны былай жасайды. 20 грамм таңқурайдың гүлін алып 1 стакан суға салады да 20 минут тұндырады. Даяр болған дәріні 1 ас қасықтан күніне 3 рет ішеді. Таңқурайдың жас жапырағынан май дәріні жасау әдісі жапырақтардан сығып алынған сөлдің 1 бөлігін сиыр майының 4 бөлігімен араластырады. Оның шырыны тыныс алу жолдарын ашса, суын іш өтуге, қан қысымын түсіруге пайдаланады. Ол холестерин деңгейін түсіріп, майдың қорытылуын жеңілдетеді. Артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін де пайдасы зор. Таңқурайды қайнатқанда да, тоңазытқанда да пайдалы қасиеттерін жоймайды. Қайнатпасы дене қызуын түсіріп, несеп жүргізуге, бүйрек тасын шығаруға, іш ауруына, қант диабетіне ем. Жемісін табиғи қалпында немесе кептірілген күйде қайнатып, сусын жасап ішсе, қыста тұмауға жақсы ем болады. Ғалымдардың пікірінше, бірде-бір антиоксидант дәл таңқурай сияқты обыр жасушаларына қарсы тұра алмайды. Осыған орай, ол обыр дертіне қарсы тамаша шипалы дәрі болып саналады. Жалпы тонус тиімділігін арттырады, етеккір циклін қалпына келтіреді. Емізу уақытында сүттің келуін жақсартады. Пайдалы қасиеттеріне қарамастан, жүкті әйелдердің бұл өнімді тамақ үлестеріне қоспағаны дұрыс деген пікір бар. Ол анасы мен баласы үшін зиян ба? Осы қиын сұраққа жауап іздеп көрейік. Таңқурайды жүктілік кезінде жеуге бола ма? Жүктілік кезінде бұл жидекті тұтынуға қатысты 2 қарсы пікір бар. Олардың әр қайсысының өзіндік дәлелі бар. Кейбір дәрігерлер таңқурай микроэлементтердің таптырмас көзі деп есептейді. Сол себепті оны тамақ үлесінен шығарып тастаудың қажеті жоқ дейді. Сонымен, оның құрамына кіретін жасұнық көп жағдайда ішектің дұрыс жұмысын қамтамасыз етеді. Болашақ аналарда асқазан ішек жолдар органдарының қызметіне қатысты үлкен мәселелер болады. Құрамында болатын фолий қышқылы баланың жүрек ақауымен туылуына жол бермейді. Таңқурай қан ағымын жақсартады, ал оның құрамына кіретін ақуыздар даму үстіндегі шарана үшін таптырмас нәрсе. Жидектің тағы бір артықшылығы әйелдердің оны көптеген аурулардың терапиясы ретінде қолданатынында жатыр. Көп дәрілерді ішуге тыйым салатындықтан
жүкті әйелдер ауруды емдеудің және оның алдын алудың дәстүрлі түріне жүгінеді. Таңқурайдың құрамына аспириннің кішкене мөлшері кіретінін көп адам біле бермейді. Болашақ аналар үшін таңқурай жапырағының пайдасы неде? Бұл жидекті шамадан тыс тұтыну кезінде орын алатын бірден-бір қауіп қанның ұю сипаттамасын төмендететіндігінде. Бірақ таңқурайды қажетті мөлшерден аспай жесеңіз, ол ешбір қауіп төндірмейді. Жапырақтарының зиянына келетін болсақ, олар жатыр тонусын жоғарылата алады. Мұндай жағдай ары қарай бала көтеруге қауіпті болып саналады. Бұл жидектің аллергиялық реакция тудыратынын ұмытпау керек. Көптеген жидектер аллергендер болып табылады. Соның ішінде таңқурай да бар. Егер жүктілікке дейін ағзаңыздың тарапынан ешбір жағымсыз әсер болмаған болса, аяғыңыз ауырлағаннан кейін ол пайда болуы әбден мүмкін. Жайсыз әсерлердің алдын алу үшін жидектерді аздан жеген дұрыс. Ақпарат ұнаса арнаға тіркеліп лайк басыңыз. Деніңіз сау, өмір жасыңыз ұзақ болсын.